Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді интерактив деп аталатын платформаның жаңа мүмкіндіктерімен таныстырғым келіп отыр. Бұған дейін біз сіздерге осы интерактив платформасында әртүрлі тапсырмалар қарастырып үйреткен болатынбыз, яғни сабақтарды салған болатынбыз. Енді бүгін бір ерекше формасы, яғни ерекше бір жұмыс формасы осы интерактив шаблонында өзіңіздің тақырыбыңызға сай дайын форматқа тапсырмаларды енгізу. Осы туралы айтатын боламыз. Ол үшін Google жолағына интерактив деп жазасыздар. Содан соң осындай сілтеме арқылы сайтқа өтесіздер. Сайтқа өткеннен кейін жоғары жақта мінекей тіркелу жұмыстарын жасайсыздар. Содан соң жоғары жақта мінекей галерея шаблонов деген тұрады. Немесе интерактивы деген тұрады. Интерактивді басып, игры для мероприятий деген батырманы басамыз. Мінекей сол кезде сіздерде осындай терезе пайда болады. Шаблонный батырмасын басамыз. Шаблонның батырмасын басқаннан кейін бізге әртүрлі шаблонның түрлерін көрсетіп береді. Соның ішінен өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес етіп тапсырмалардың түрін таңдасаңыз болады. Мысалға, мына жерде әртүрлі тапсырмалар бар. Соның ішінен өзіңізге қажеттісін таңдайсыз. Мысалға, задача для класса деген форманы сіздерге көрсеткім келіп отыр. Бұл форманың ерекшелігі, мінекей оқушылар жауап берген кезде осылай қай оқушы неше балл алды, неше оқушы қатысты, соның барлығын өзіңіз таңдап редактировать жұмыстарын жүргізесіздер. Мінекей, яғни шаблонды қолдану батырмасын басамыз. Шаблон қолдану батырмасын басқаннан кейін сіздерде осындай терезе пайда болады. Яғни бұл ойынның ерекшелігі, қай оқушы неше балл жинады сіздер бағалауға пайдалансаңыздар болады. Мінекей редактировать батырмасын басамыз. Осы жерге сұрағыңызды жаза бересіз. Мысалға, кез келген сұрақты жазамын. Сұрақты жазамын. Суретке, сұрағыңызға сурет енгізсеңіз де болады. Жауапты да сурет ретінде енгізсеңіз болады, немесе мәтін ретінде енгізсеңіз болады. Мысалға, республика күні қай күн? 25 қазан. Дұрыс жауапта мінекей правильный ответ деген жерге осылай белгілеп кетесіз. Мысалға, мына жерге кез келген жаза беремін. Дұрыс емес варианттарды. Егер жаңа жауаптар көп болсын десеңіз, добавить ответ батырмасын басу арқылы енгізе бересіздер. Сохранить батырмасын басам. Дәл солай екінші сұрақты да осылай редактировать батырмасын басу арқылы екінші сұрақ, үшінші сұрақ, мысалға тағы сұрақ қосатын болсаңыз, осылай қосып жасай бересіз. Енді барлық тапсырмаңызды осылай енгізіп болғаннан кейін опубликовать батырмасын басамыз. Жерден қараңыздар, количество игроков деп тұр, яғни неше оқушы қатысады. Мынаны былай сырғыту арқылы игроктардың санын көбейте бересіздер. Мысалға, менде бір ғана оқушы қатысатын болады. Продолжить батырмасын басамыз. Мына жерде пин-коды жазылады, QR пайда болады бірден, және сілтемесі. Енді сілтемесімен бөліссеңіз болады, QR-мен бөліссеңіз болады оқушылармен. Войти в игру деген батырмасын басамыз. Сол кезде мінекей осылай сіздің құрастырған тапсырмаңыз шығатын болады. Мысалға, мына жерге атыңызды жазып қоясыз. Оқушы атын жасады. Уақыт беріледі. Осылай таблица лидеров шығып отырады әр тапсырмадан кейін. Музыкасын өшіріп тастауға болады.
қажет емес десеңіздер. Осылай оқушылар сұрақтарға жауап береді. Осы жерден сәйкесінше мысалға әр оқушының жинаған балымен нешінші орында тұр, соның барлығы көрініп тұратын болады. Өте керемет платформа, және осындай тапсырмаларды құрастырып оқушыларды бағалауға ыңғайлы болып келеді. Оқушылар өз балдарын көріп отырады. Оның өзі жақсы деп ойлаймын. Мінекей осылай құрастырып, өзіңіздің аккаунтыңызда сақталып тұра беретін болады. Осылай қолданып көріңіздер. Өте қызықты, өте керемет. Бұл кроссворд бар, математикалық сәйкестендіру бар. Ана жерде тұлғаларға байланысты тапсырмалар құрастыруға болады, суреттерін қойып. Әртүрлі формада тапсырмалар құрастыруға болады. Мысалы, ана жерде сұрақ қойып, оның жауабын жазатын сияқты. Өзіңіздің қажеттіңізге сай. Спиннер де бар бұл жерде. Бұл жерде негізі көп мүмкіндіктер бар. Тек өзіңіз қажеттілігіңізге қарай қолданып, шаблонда тек сіздерге қалатыны ол сұрақты және өзіңіздің тапсырмаларыңызды енгізу ғой. Мысалға, мынауда өте керемет шаблон. Бұған сұрақ енгізген жоқ, мен сіздерге жай көрсетейін деп жатырмын. Бұл жерге де аттарыңызды жазасыздар. Войти батырмасын басасыздар. Осылай таблица лидер шығып тұрады. Дауысын басып қойсаңыз болады, немесе оқушыны қызықтыру үшін дауысын ашып, осылай ерекше етіп көрсетіп қойсаңыз да болады. Неге осындай шаблондарды пайдаланып, сабағыңызды түрлендіріп өткізсеңіз болады. Біздің жобамызбен бірге болыңыздар. Әртүрлі осындай платформаларды алдағы уақытта көрсететін боламыз.